2025 жылдың 9 октябрь сәнесінде социал тармақларда Қоңырат район Диқанбазар айналасындағы осы көше бойында телеграм түбінде белгіленбеген орында шығын тасталған бойынша видеолар тарқалған еді. Бүгін 2025 жыл 10 октябрь сәнесі шығындар алып тазаланып сапыластырылды. Бірақ бұл халат бұрыннан қайталанып келеді, себебі іскерлеріміздің нызамшылыққа бойсынбай белгіленген тәртіпте шығындар алып кету мекемелеріменен шартнама түзбегендігінен келіп шығып атыпты. Осындай қала аймағына белгіленбеген орынларға нызамсыз шығындылар тастап кетілетін болса, онда әкімшілікте белгіленген талаптар бойынша әкімшілік жауапкершілік хақында кодексінің 91 статьясы прим 1 бөліміменен жаримаға тартуға мәжбүр боламыз. Бұл жағдай мінекей видео наблюдение қойылған, әмде жақын жерге қойылып атыпты. Сіздерді сақ болуға, тазалыққа шақырып қаламын.